Музыка болады, билейміз. Не обязательно қасыңызда тұрған жігітпен билеу, жалпы билеп тұрамыз. Музыка тоқтайды. Мен бір нәрсені айтам, соны көрсету керек екі жігіттің ортасында. Мысалы мен гүл десем, гүлді көрсету керек екі жігіт. Өзің жалғыз ғана бүйтіп тұруға болмайды. Екі жігіт бірге көрсету керек. Кеттік ал, маэстро, музыка. Я принес тебе закат на ладони. Мы с билеп, жігіттер, давай, билеп. Самая. Столба деймін. Столба, екі жігіт. Столба. Мынау қандай столба? Тұра бер. Мынау эл дейтін столба да. Мынау немене қысынып қалған столба бір-біріне жалғап қойған ба? Брат, аша столба ғой анау. Аша столба да. Мынау точно столба. Мынау жанында фундаментна ұзыны. Нормально. Так, сенгі қайсыз? Мына екеуіне турник жасай алмайсың, мына столба. Турник жасауға келмейді мынау. Вот мына столба. Высоковольт дейді аны. Высоковольт дейді. Так, қайсыз? Мына столбының главный жіңішке екен да, мынаусы дәу екен енді. Кім істесе де шатастырып алып. Екеуінде столб. Өзімен өзі тұрған да. Спокойно тұрған. Сендер өзіңмен өздерің өсіп тұрасыңдар да, былай қарап бұрылып фүк тағаңдар. Шайғасыңдар. Кет, келесі музыка. Ал бірінші орынға кім шығатын байқайық. Маэстро. Ал жігіттер, давай. Билеп. Отыратын орындық деймін, орындық. Отыратын орындық. Мынау не, мас па не? Орындық қайсыз? Отыратын жері қайсыз? Отыратын жері, ұзын екен арқасы. Орындық деймін, орындық. Оны молодец, отыратын жері арқасы. Құдай, мына орындықтар азыш. Хандар отыратын орындық сияқты. Тұра бер. Наус. Қандай? Детский стол дейді. Болады, нормально, екеуіңе болады енді. Нау стол отыратын жер, мына столдың отыратын жер дәу екен де. Баняда отыратын стол сияқты екен мынау. Так, мыналардың столбысы қайсыз? Не істеп жатыр мынау? Столба. Столбы қаяқта? Столба бейді. Столбы деймін, не істеп жатыр екеуі? Мынау мас адамның стилін істеп тұрған ау. Мынау стол болмайды. Мынау отыратын жеріне, мынау сияқты дәу адам болса опырып жібереді. Мынау отыратын, мынау арқа болу керек еді. Түкім тұра бер. Сөйттек, ана сені бар қасына отыра бер. Шапалы құрық қояқ жекетікте. Рахмет, жайғасы. Өстіп ұшат. Ал Азамат ең соңында таза сыйлайтын екі ақ жігіт қалады. Көресің енді. Маэстро, кеттік. Шаршама, тек шаршама, аяқ қолың талса да, жұлқынып бір билейік, шаң шығарып ортада. Шаршамай, аяқ қолың талсадай, жұлқынып бір билейік, шаң шығарып ортада. Билеп. Опала! Жылан деймін, жылан. Азамат қара, сыйлайтын жігіттерің кім екен көресің. Жылан деймін, жылан. О, әні, жылан. Вот жылан, жылан. Жылан қайсы деймін, жылан керек қой. Мынау бір еркек ұрғашы жылан сияқты екеуі. Жата бер, жылан, нормально жылан. Оралып тұрған жылан. Жаңағы стол бұнау, оралып тұрған жылан. Мынау қандай жылан? Кобра бұл. Кобра емес, аджика сияқты оны. Қайсы жылан? Жаным, мені жылан, шапалы құры. Молодец, тапма. Енді екеуің жайлап бітіп фүкке тағаңдар, ешкімге айтпай, ренжімей. Ал енді маэстро жібер келесі музыканы. Менің көңіл күйім тамаша. Билеп. Жаутаңдаған баладай. Шай құятын шайник. Ал, шай құятын шайник. Давай. Шай құятын шайник деймін. Шайник. Оппана. Не істеп атан екеуі? Екеуі не істеп атыр? Тоңқайып атқан несін ол? Қарасай аяқа. Шай құятын шайник. Құятын жері.
мына бүйтіп тұрсай хотя мынау ұстайтын жері мынау құятын жері өсіп тұра бер. Мынау не шайник құдай ау, мынау дәрет алатын шайник па не біле мынау. Туалеттің қасында тұратын шайниктер сияқты. Мынау шайник қандай? Бүйт. Самовар? Мынау басы? Сен ше? Самовар. Мынау басы, мынау самовар. Жан, мынаның ұзын шайник екен да мынау. Өзбектердің шайнигі сияқты екен мынау. Мына шайнигі қаяқты, тұмсығы қаяқты мынаның. Тұмсығы мынау, қайсы тұмсығы? Тұмсығы мынау. Шайнигі қайсы ал? Мынау ма шайник? Мына екеуі шайник болып жарады. Екеуің кете беріңдер. Ал енді осында 4 бар. Ал 4 бардың енді сразу екеуі ұшат қазір. Кеттік ал маэстро. Жібер! Көрсем де талайды, ажарың арайлы, әмірім жүрмеген жүрек, сен маған лайықсың басқаға. Ешкі. Ешкі дейм, ешкі. Ешкі. Ой, құдай, мына екеуін естіп жатыр, екі шібіш құсап. Ешкі дейм, ешкі. Ой, мына мүйізі бар. Жаңадан өсіп келетқан ешкі екен. Мына ешкінің басы өсіп кеткен ма не білен ау. Ауру ешкі ма бір біле ғой мынау. Нормально. Қайсы мынауға? Мынау ешкі емес, точно шібішіналар енді. Мыналар қайсы? Бейсі басын еңкесейік, маған қарайды ғой қайсы десем. Вот мына ешкі. Мынау жаңа ешкіні сақалы дей салайық, нормально. Ешкі. Қайсы ешкі? Ойбай, анау үйрен баған жүр. Қайсы ешкі? Зомби қыз бергесің ғой жебір. Ешкі. Болды кім бол? Болды. Анау бар ғой жылдам екен. Келесі музыканы жібер. Шығармайық, ешкімді шығармаймыз. Жібер. Басындағы мағыналы бәрі қиналсын. Гүл дейм, гүл. Мына екеу бар ғой өлтірдіген әңгіменше. Гүл дейм. Қандай гүл мынау? Мынау ана бақ-бақ гүлі ғой. Бақ-бақ гүлі. Мынау не гүлі мынау? Мына жапырағын ешкі жеп кеткен гүл сияқты екен мынау. Қайсы гүл? Не гүл мынау? жаңадан ашылған. Дір-дір ет бәрің айт оны. Түлпан жаңадан ашқан дейді. Мынау не кактус па, не бәле мынау? Мынау жапырақ па? Жапырақ. Екеуіңнен түк шықпайды жайғасы өріндер. Мына екеуінің жапырақтары қайда, гүлі қайда. Түк иісі жоқ гүлдер ғой мыналар. Қарайып кеткен күннің астақ баған ба бір біле ғой. Ал 3 бар, маэстраны жібер кеттік ал. Билеп. Ортаға кел ағайын, қарап қалмай емеші, бүлге билем бере қалмасын. 1, 2, 3. Айғыр дейм, кім дейді нау? Айғыр. Ойбай, дауысы қандай? Бәйге шағын айғыр. Дауысы дейм. Не пәле мұнау? Күйлеп жүрген байталдар сияқты ғына. Дауысы қалай? Мұнау серьезный айғыр енді. Айғырдың басы қаян ашып кеткен ау. Жотасы үзіліп кеткен ма? Бүйтіп қойшы қача. Айғыр емес, ешкі болды ғой мұнау. Бана ешкіні айтылды. Мынау құлағы ғой, брат. Мынандай құлақ болам айғырда. Кеңдер кім? Келе беріңдер, кел. Екеуің жайлап фүкет ағаңдар. Ал соңғы би. Кеңдер 4 жігіт бері қар. Соңғы би. Екеуіңне қа. Соңғы би. Осы биде кім 1-ші орын алады, кім 2-ші орыннан шешіледі. Кеттік маэстро. Жібер. Билеп. 2 жасты көрсетеміз. Азамат пен Айгерімді көрсетеміз. Азамат пен Айгерім. Так, кім Азамат? Мен. Кім Айгерім? Мен. Мынау Айгерім. Так, тұр, мынау, не істеп отыр мынау? Кім Азамат? Айгерім енді Азамат нау. Мынау өзім ойнап тұр ғой, мен Айгерім. Кім Азамат? Мен Азамат. Мынау Азамат. Шапалақ ұрайға. Міне, дос деген осындай болады. Достың да досы бар деген осы. Міне, дос сыйлайтын дос осындай. Мен мынау Айгерім, мен Азамат деп салғыласып тұрған жоқ. Шапалақ ұрайық осындай достарға. Қошы